Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысы Жакупова Айнур Сагадатовна. Сіздердің назарларыңызға информатика пәнінен сабағымды ұсынғым келеді. Сабақтың тақырыбы: машиналық оқыту принциптері, нейрондық желілер, жасанды интеллекті қолдану аясы. Сабақтың мақсаты: компьютердің машиналық оқыту принциптері мен нейрондық желілердің таныстыру, жасанды интеллекті қолдану аясымен және ол жайындағы түсініктерін қалыптастыру. Жасанды интеллект – ол компьютер немесе роботтың адамдарға тән зияткерлік процестерге байланысты тапсырмаларды орындау мүмкіндігі. Бұл алдыңғы тәжірибе негізінде ойлау, түсіну, жалпылау және үйрену қабілеттеріне ие. Адамдардың ойлау және олардың іс-әрекеттеріне еліктеу үшін бағдарламаланған машиналарда адам ақыл ойының моделін білдіреді. Бұл термин адам ақыл ойымен байланысты. Мысалы, жаттығу және проблемаларды шешуді кез келген машинада қолдануға болады. Бірінші интеллектуалдық жүйе теориялық дәлелдеуге арналған Logic Theorist LT программасы болды. Оның жұмысы 1956 жылдың 9 тамызында көрсетілген. Программаны құруға атақты ғалымдар, соның ішінде Ньюэлл және тағы басқалар қатысқан. Сол кезден бастап интеллектуалдық деп аталатын жасанды интеллект саласында көптеген компьютерлік жүйелер дамыды. Жасанды интеллект жүйесін қолданатын салалар: теоремаларды дәлелдеу, ойындар, кейіпкерлерді тану, шешімдер қабылдау, бейімделген бағдарламалау, машиналық музыканы шығару, деректерді табиғи тілде өңдеу, оқыту желілері, нейрожелілер және вербальды концептуалды оқыту. Қазіргі уақытта жасанды интеллект күнделікті өмірімізде тереңдеп еніп келеді. Оның әсері күн санап сезілуде. Роботталған машиналар көлікті үйреніп жүрген адамдарға нұсқаушы қызметін көрсете алады. Кейбір мекемелерде роботтар қаржылық есептерде шығара алады. Роботтар шахмат, дойбы сияқты түрлі ойындарды мықты қарсылас бола алады. Жасанды интеллектіні күн сайын қолданатын кейбір мысалдарды қарастырып көрейік. Мысалы, ақылды үй, виртуалды және көмекшілер, музыка мен фильмдерге ұсыныстар, бейне ойындар күнделікті өмірде жасанды интеллект жүйесіне мысал бола алады. Жасанды интеллект бейнені тануға, дыбысты тануға және күрделі болжамдар жасауға көмектеседі. Жасанды интеллект бағыттарын қарастырған кезде бірінші бағыты білімді ұсыну, екінші бағыты білімге сүйеніп іс-әрекеттерді орындау, қарым-қатынас шеңберінде, қабылдау шеңберінде қарастыруға болады. Машиналық оқыту дегеніміз не? Машиналық оқыту бұл жасанды интеллекттің бір бөлімі. Оның негізгі идеясы компьютердің алдын ала жазылған алгоритмді пайдаланып тапсырманы шешуіне негізделеді. Машиналық оқыту жасанды интеллекттің әдісінің бір класы болғандықтан, оларды математикалық статистика, сандық әдістерде, әртүрлі оңтайландыру әдістерінде және ықтималдық теориясында, графтар теориясында пайдалануға болады. Оған мысал ретінде компьютерлік ойындар. Машиналық оқыту жасанды интеллекттің бір саласы болып саналады. Оның негізгі идеясы компьютер алдын ала жазылған алгоритмді қолданумен ғана шектеліп қоймай, мәселені өздігімен шешуді үйрену. Машиналық оқыту принциптері екіге бөлінеді: оқытушымен оқыту және оқытушысыз оқыту. Оған мысал ретінде түрлі медициналық көрсеткіштер ретінде пациентке қандай да бір нақты аурудың бар екендігін анықтау немесе электронды хат мәтінінің негізінде жасаған хаттың спам екенін анықтау функциясы мысал ретінде бола алады. Ал оқытушысыз оқытуда бізге мысалы бірнеше адамның бойы мен салмағы туралы мәлімет белгілі болсын дейік. Берілген мәліметті 3 топқа бөліп, сол адамдар үшін дұрыс өлшемдегі жеде тігу қажеттігін көрсететін оқытуды осы оқытушысыз оқыту деп айтуға болады.
Машиналық оқытуда алгоритмдердің келесі мысалдары көрінеді. Мысалы, қолмен жазылған санды тануға арналған email хаттарын спам немесе спам емес етіп бөлуде қолданылатын алгоритмдер. Екеуі де бір алгоритм, бірақ оқыту деректері әртүрлі болғандықтан әртүрлі классификациялау логикасымен жұмыс жасайды. Кез келген жұмыс машиналық оқыту технологиясының шартты түрде қол жетімділікке байланысты 3 деңгейдің біреуіне тағайындалуы мүмкін. Бірінші деңгей. Бұл Google немесе IBM деңгейіндегі әртүрлі технологиялық алыптар үшін қол жетімді болған кезде. Екінші деңгей. Белгілі бір білімі бар студент оны қолдана алатын кезде. Үшінші деңгей бұл тіпті ата-әжелер және де басқа адамдар қолданылатын деңгей. Қазір машиналық оқыту екінші және үшінші деңгейлердің түйіскен жерінде осы технологияның көмегімен әлемнің өзгеру қарқыны күн сайын артып келеді. Оған мысал ретінде әртүрлі әлеуметтік желілер, Instagram, Facebook мысал ретінде бола алады. Нейрон ол жеке, яғни жасуша, бұл ақпарат қабылдайтын, оған қарапайым есептеулер жүргізетін және оны өткізетін есептеудің бірлігі. Нейронды желі бір-бірімен синапстар арқылы біріктірілген нейрондардың белгілі бір тізбегі. Олар бір қабатты және көп қабатты болып екіге бөлінеді. Нейрондық желілердің жұмыс істеу принципі олардың түрлеріне байланысты. Нейронды желіні құрайтын нейрондар типіне қарай біртекті және гибридті болып бөлінеді. Суретте көрсетілгендей нейрондардың қозғалу схемасы берілген. Бүгінгі сабақтың тапсырмасы осындай. Сіздер жасанды интеллект терминіне сәйкес анықтама бересіздер. Жасанды интеллект дайындалған бағыттарды атайсыздар. Сонымен қатар формальды орындаушы мен интеллектуалды орындаушының қызметтерін салыстырасыздар. Онымен қоса қолдану бөлімінде сіздер Google-де жасанды интеллектіні қолданасыздар. Google-дағы жасанды интеллектті қолдану тапсырмасы рет-ретімен осында берілген материалмен танысып, аталған практикалық жұмысты орындайсыздар. Онымен қоса, қазір сіздердің назарларыңызға кішігірім бейне материал. Сіздер түрлі фильмдерде машиналардың көтерілісі туралы көрген шығарсыз. Олардың ішінде ең танымал ол әрине Терминатор. Ал енді біз шын өмірде де жасанды интеллект құрастыруға өте жақынбыз деген пікірлер көбейе бастады. Оған басты себебі нейрожелінің алға ұмтылу жылдамдығы. Соңғы кездері біз нейрожелі туралы жаңалықтарда көп көретін болдық. Бұған қарамастан көбісі оның не екенін толық түсінбейді. Негізі нейрожелінің басты идеясы ол өте қарапайым элементтерден қиын құрылыстарды жинау. Ал жасанды нейрон не персептрон деп бір қиын құралды емес, ал жай ғана бірнеше арифметикалық әрекеттерді айтады. Нейрожелінің жұмысын толық түсініп көрейік. Бізде машинаны оқыту есебінде ол көптеген объектілер. Осының ішінде әрбір объектіге байланысты объект белгілерін қарастырамыз. Және бүкіл объектілер топтарға бөлінеді, ал біз оны белгілеріне байланысты болжауымыз мақсат. Мысалға, фотосуреттерді алайық. Осында ол бізге қажетті бүкіл суреттер. Суреттің ең қарапайым белгісі ол пиксель. Әрине, қазір фотосуреттердің одан да қиын көптеген белгілерін ашып тапқан. Бірақ біз оған тоқталмай қарапайым түрін айтамыз. Әрбір суреттерді адам, машина, үй секілді топтарға бөле аламыз. Машинаны оқыту мақсаты осында негізгі функция құру. Ол объект белгісінің векторы бойынша оның қандай топқа байланысты екенін айтады. Кез келген нейрожелі осы принциптері бойынша жұмыс істейді. Нейрожелі принципі бойынша жұмыс істейтін алғашқы құрал Марк I персептрон бірінші компьютер шыққаннан кейін небәрі 10 жылдықтан кейін 1957 жылы жасалды. Оны ойлап тапқан Фрэнк Розенблат. Ол қазіргідей кодтардан емес, радиошамдар мен резисторлардан құралған. Розенблат тек 2 қабат нейрожелі қоса алды, ал сигналдары 400 нүктелі экранға жеткізілген. Осындай құрал қарапайым геометриялық фигураларды тез танып үйрене алған.
Бірақ 1971 жылы Фрэнк Розенблат қайтыс болып, персептронның жұмысында қателіктерді түзететін адам табылмаған. Оған тағы бір себебі ол кездегі компьютерлердің баяу дамуы. Розенблаттың қателіктерін тек 1986 жылы түзетіп, қайта нейрожеліге оралды. Енді электрошамдардан құрал жасамай-ақ, жай кодтарды жазу арқылы нейрожеліні зерттеуге мүмкін болды. Бірақ прогресс бір орында тұрмай, басқа тәсілдер арқылы сондай есептеулерді тез жасауға болатынын түсініп, 1993 жылы зерттеулер қайта тоқтатылды. Келесі зерттеулерге қайта біздің заманымызда ғана оралды. Ал біздің заманымызда адамдар нейрожелімен күнделікті өмір сүреді. Siri, Alisa, Google, Prisma, Snapchat, Instagram жарнамасы. Бұл біздің өміріміздегі нейрожелінің толық тізімі емес. Компьютерлердің есептеу күші көбейген сайын нейрожелінің толық жұмысы мүмкін болды. Қазір бүкіл әлемде зерттеулер жүргізіліп, жаңа шыңдарға жетуде. Мысалы, Tesla автокөлігі жүргізушісіз өзі жүре алады. Бейне камералар адамдардың түрлерін таниды. Ал кейбір медициналық ұйымдар нейрожеліні рентген суретіне қарап диагноз қоюын үйретеді. Осындай зерттеулердің нәтижесі 98% дұрыс диагноз. Телефонымызда лицензиялық келісімшартта қолданушыда бар ақпаратты компания үшін жинауға рұқсаты бар екенін білесіз бе? Жоқ, оны бақылап тұратын адам болмайды. Бірақ нейрожелі бұл жұмысты тамаша орындап келуде. Сол келісімшарттың айтуы бойынша, ол ақпаратты сізге қандай жарнама көрсету үшін қолданады дейді. Енді осының бәрін білгенде, сіздердің ойларыңызша машиналардың көтерілісі мүмкін бе? Әрине, мүлде мүмкін емес деп айтуға болмайды. Бірақ ол жақында болмайтыны нақты белгілі. Нейрожеліні оқытуға мүмкін болғанмен де, ол тек бір мәселені шеше алады. Мысалы, адамның түрін тануға арналған нейрожеліге құстың суретін көрсетсек, ол ешқандай жауап таба алмайды. Яғни, нейрожелі адамның көмегімен ғана жұмыс істей алады. Сондықтан, жақын болашақта Терминатор фильмінің сюжетін шын өмірде күтпесек болады. Келесі көріскенше.